Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен ауа райы туралы әңгіме айтатын боламыз. Ауа райы тақырыбымыз және оны алдын ала болжау. Ауа райы дегеніміз не? Ауа райы дегеніміз белгілі бір аймақтағы, белгілі бір жердің, белгілі бір уақыттағы жай күйі. Жалпы ауа райының элементтерін естерімізге түсіп алайық. Қандай элементтерін білеміз? Бұлттылық, атмосфералық жауын-шашын, жел, температурасы, атмосфералық қысы, міне бұның барлығы ауа райының элементтері болып табылады. Ал енді бізге ауа райын кім айтып береді? Жалпы ауа райын зерттеу үшін метеорологиялық, синоптикалық метеорология жүзеге асырады. Яғни ауа райын метеостансаларда жүзеге асырады. Және олар балалар барлық аймақта белгілі бір бағдарламамен, белгілі бір уақытта жүзеге асырады екен. Яғни метеостансаларда бір уақытта, яғни Гринвич уақытымен бақылау жүргізеді екен. Және сол алынған жүргізілген жұмыстардың барлығын біздің Қазақстан мемлекетінде Қазгидромет, мемлекеттік Қазгидромет қызметі жүзеге асырады екен. Жалпы ауа райын анықтайтын факторлар өте көп. Және олар тұрақсыз, сондықтан ауа райының алуан түрлі типтері бар. Ал ауа райы жалпы көлік құрылысында, қала құрылысында, туризмде, әсіресе балалар ауыл шаруашылығына өте маңызды екен. Жалпы шаруашылықтардың ішінде ауа райына тәуелді шаруашылық ол ауыл шаруашылығы. Яғни жаңағы жауын-шашынның мөлшері немесе желдің күшті бағыттарын айқын біліп отыру керек, жақсы өнім алу үшін. Сондықтан осы салалардың барлығына ауа райы қажет. Ал оны бізге метеостанцияда метеорологиялық синоптика береді екен. Сонымен олар белгілі бір уақытта беретін айтты, ал енді жаңағы әрбір уақытта алынған ақпараттан синоптикалық карта жасалады екен балалар. Синоптикалық карта немесе ауа райы картасы деп аталады екен. Және балалар, синоптикалық карта әрбір 6 сағат сайын жасалып отырады екен. Яғни жаңағы шаруашылықтардың барлығына дәл уақытында ақпарат жетіп отырады екен. Жалпы ауа райын зерттеу ерте заманнан басталды. Жалпы атмосфераның төменгі бөлігін ерте кезден зерттеген. Ал атмосфераның жоғарғы бөлігін қалай зерттеген? Жалпы оны біз зонд шарлары, радиозонд, ұшақтар арқылы зерттедік. Енді осыны біз біліп алайық. Жалпы шарлар арқылы ол өте тиімсіз болды. Зонд байқау деген мағынаны білдіреді француз тілінде. Зондтарды аспанға шығарып, ол белгілі биіктікте ақпараттарды жинап, жаңа шар жарылып, ақпараттың бәрі жерге түседі екен. Ол ақпараттарды жинап алып, теру өте тиімсіз болған екен. Сондықтан одан кейін радиозонд деген прибор аспап шығыпты. Радиозонд арқылы, радиозонд дегеніміз жалпы атмосфераның жоғарғы бөліктерінен ақпарат алатын метеорологиялық прибор деп айтуға болады. Ал енді дәл қазіргі уақытта балалар ауа райын қалай зерттейді? Әрине, қазір жердің жасанды серіктері бар. Немесе ауа райын болжау балалар қазір автоматтандырылған деп айтуға болады. Біз қазір технологияның көмегімен жердің жасанды серіктері арқылы ауа райын бақылап, болжап отырамыз екен. Ауа райы туралы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Жалпы жаңағар приборларды әлі де пайдаланады, бірақ көп жағдайда біз жасанды серіктер арқылы ақпараттар алып отырамыз екен. Жақсы, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында мен сіздерге ауа райының элементтерін естеріңізге түсіріп кетейін. Сіздер осы элементтердің барлығы жаңағы бақылау арқылы жүзеге асады. Яғни элементтері. Сонымен олар не болды? Есімізге түсіреміз. Ауа температурасы, сосын жел мысалы, сосын бұлттылық деңгейін есептейміз, ондық шкаламен бұлттылық тағы басқа деп қойық. Бұның барлығы ауа райының элементтері. Ал енді ауа райын болжайтын аспаптар туралы айтайық.
яғни ауа райын болжау аспаптар деп айтайық. Бірінші біз айттым, ерте кезден ол зонд шарлары, зонд шарлары, және не дедім? Радиозонд, ұшақтар, ұшақ арқылы да ақпараттар алуға болады, балалар. Және қазіргі уақытта мен деп айттым, жердің жасанды серіктері, оны сіздер білесіздер деп ойлаймын, мен ұзартып жазып қойын. Жердің жасанды серіктері. Білеміз бе? Ол қазіргі автоматтандырып тұрған түрде бізге ақпараттар беріп тұратын геоақпараттық жүйе деп айтуға болады, немесе біз оны гаж деп қарастырамыз. Сонымен ауа райы жалпы барлық шаруашылықтың түріне керек екен. Сондықтан біз оны алдын ала болжаймыз, зерттейміз және синоптикалық карта арқылы білеміз. Және ол әрбір 6 сағат сайын жасалатынын біліп отырамыз. Белгілі бір бағдарламамен, белгілі бір уақытта ғана екен. Жақсы, түсіндік деп ойлаймын. Бүгінгі жалпы ауа райы туралы білетін ақпараттарыңыз осы. Бәрі түсінікті болса, келесі кездескенше сау болыңыздар.